Түлкі, қасқыр, жолбарыс һәм түйе. Түлкі, қасқыр, жолбарыс, түйе төртеу жолдас болыпты. Тапқандарын бірге жинап, бірнеше күн бір жүріпті. Содан кейін қыс кетіп жаз болады. Бұрынғыдан да табыстары азайып, қарындары ашады. Түйе болса жегені шөп семіреді. Бір күні түйе жайылып кеткенде, түлкі қасқыр мен жолбарысқа: «Мына түйені жейік» дейді. Жолбарыс: «Оған қал емес пе, түйе көне ме?» дейді. Қасқыр: «Ойбай-ау, жолдас қой» дейді. Сонда түлкі: «Әй, жөкай, қасекай, өзін риза қылып мен көндірсем бола ма?» дейді. Енді өзі бұлай көнсе болсын дейді жолбарыс. Кешке түйе келеді. Күйреуік алабота жеп, күйсеп жатады. Содан кейін түйеге түлкі келіп бұлай дейді: «Әй, түйе, сен көп ойлап көзіңді жұмып, күйсеп жатырсың. Сенімен біз бір талай күн жолдас болдық. Қыс кетіп, міне жаз болды. Енді тағы қыс болады. Тоғайға су жайылып, малдың бәрі қырға кетті. Мына жөкең болса, қырға шыға алмай, еш нәрсе ауқат болмай қарны ашып жатыр. Қасекең болса күн ыстық, май табан болып жүгіре алмай, малға шаба алмай қалжырап жатыр. Тышқан ін сақтап, қаз үйрек көл сақтап, қоян жатақ сақтап, маған да қиын болды. Ескі жұрттан сүйек саяқ, қалған құтқан алып келгенім ауқат бола ма? Енді қалай болды? Сен болсан ғой шөп жеп тойып жатырсың, ет жемейсің. Сондықтан сені жей тұрайық деп мен Қасекең мен жөкең болып ақылдасып отырмыз. Оған қалай қарайсың дейді. Түйе сонда: «Ойбай, не дейсің? Өліп қалмайын ба?» дейді. Сонда түлкі айтты: «Әй, түйе, әй, түйе, бойың үлкен болғанмен сенде ақыл жоқ екен. Мен айтайын, сен тыңда. Қысты күні қар жауады, шөп қурайды. Сонда біз сенің жейтін шөбіңді қамдап, жинап қоямыз. Сен ойла. Алла тағала барлық жәндікті жоқ қылып, қиямет күні жан кіргізеді. Ол қалай? Ойлашы. Біз жесек, сенің сүйегіңді жемейміз, етіңді жейміз. Қысты күні біз көп мал табамыз, сонан соң етіңді төлейміз. Сенен жолдастық жүзінде аз күнгі шөбіңді сұраймыз» деді түкең. Сонда аңғал сорлы: «Солай ма? Төлейтін болсаңдар мейлдерің, жейім десеңдер жеңдер» депті. Ондай болса, біз де ақылдасайық. Басқа ауқат табылса қарызданып қайтеміз деп түлкі түйенің қасынан тұрып кетті. Түлкі қасқыр мен жолбарысқа келді. «Ал, түйені көндіріп келдім. Бірақ қалай жейміз? Менің ақыл айлам болмаса қайратым жоқ қой. Қасқыр жолдасына қастық қылмайды деген бұрынғының сөзі бар. Қасекеңнің де ыңғайы келмес. Жөкең болмаса, мен жолдасыма алдап қастық қыла алмаймын» дейді қасқыр. «Ал, жөке, не істе дейсіз?» дейді түлкі. «Мен қара күш болмаса қайбір ақыл бар менде. Әлде болса қалай жеудің амалын өзің тап» дейді жолбарыс. «Олай десең, атаңның аруағына сыйынып, сен соқ» дейді түлкі. «Жығылған соң сойуына сіз дәурелемей, Қасекең екеуміз жәукем дейміз ғой». Бір уақытта жолбарыс: «Сенде жазық жоқ,
Бізде азық жоқ деп барып шегініп тұрып, өп деп түйені бір соқты. Бейқам күйсеп тұрған түйе тәлтіректеп барып құлай кетті. Сонда қасқыр бас салып бауырын жарып жіберді. Түлкі тамағына жабысты. Жанына батқан алып атан тарпып жіберіп ышқынып тұрып кетейін деп еді. Түлкі: «Ой, сабазым, сабырлы бол. Көктемде өзіміз тұрғызып аламыз» деді. Жолбарыс, қасқыр, түлкі үшеуі бірінен бірі жасырып жеп, түйенің етінде тауысты. Түлкі бір сыпыра етті үңгірге тықты. Сөйтіп жолбарыс пен қасқыр тағы шықты. Бір күні жолбарыс: «Әй, түлкі, қарын ашты ғой, енді қалай болады?» деді. Сонда түлкі тұрып: «Олай болса, менің жолым жіңішке ғой, жан-жақты шолып қарайын» деді. Түнде барып, қараған болып келіп айтты: «Ал Шөке, Қасеке, мен бір тамақ тауып келдім. Өзім жей алам, сіздер жей алмайсыздар. Бірақ Жөкең менімше жей алар» дейді. «Олай болса барайық» дейді үшеуде. Үшеуі де бағанағы ет тыққан тастың аузына келеді. Келсе, бір дәу тас тұр. Тасты аударса, етке жол ашылғалы тұр. Жолбарыс келіп, олай-бұлай байқап үңгірдің аузынан өте алмады. Түлкінің жүрген жерінен жүре алмады. Аңырып, шегініп тұрды. Сонда түлкі тұрып: «Әй, Шөке-ай, шегінуің атаңа тартқан-ақ екен, бірақ соғуың тартпапты. Атаң марқұм анадай тасты соққанда тас талқанын шығарушы еді» депті. Сонда түлкінің сөзіне шамданған жолбарыс тасты шегініп келіп, пәрменімен бір соқты. Соққан жерде белі үзіліп орнынан тұра алмай қалды. Түйенің еті ар жағында, жолбарыс бер жағында жатты. «Ал Қасеке, екеумізге қар жауғанша жеуге жарайтын тамақ табылды» деді түлкі. Сөйтіп екеуі жолбарысты аттап өтіп барып, етті жеп жүрді. Жолбарыста бұрыларға шама жоқ. Бір күні жолбарыс түлкіге: «Түкі, түкі, көзім тірісінде бір қоштасайын, алдыма таман келші» дейді. Сонда түлкі: «Жөкең алдына барсам, ауызды салайын деп жатыр екен ғой» деп ойлады да бармады. Біраздан соң қасқыр келді. «Әй, Қасеке, мына Жөкең бізге үлкен бел еді. Халі мұндай болды. Сен жолдас қақсын жақсы білесің ғой. Жаңа мен барып амандасып, аузын жалап, қош айтысып, мауқын бастым. Мүмкін сен де барып амандасып, қош айтысарсың» дейді. «Солай ма? О да дұрыс екен. Барсам барайын. Көңілін сұрап шығайын» деді. Басына барып, «Қош Жөке» деп тұмсығын иіскей бергенде, Жөкең қасқырды бас салып мойын омыртқасын үзіп жіберді. Сол жерде қасқыр да өлді. Түкең жолдастарының бәрін жайғап, етін жеп жүрді. Бір күні қар жауды. Екі қыран тазысы бар жігіт аңға шықты. Түлкінің ізі кездесіп, екі тазы түлкінің ізімен кетті. Артынан шауып жігіт те келді. Келсе, түлкі манағы үңгір тасқа кіріп тығылған екен. Жігіт үңгірдің аузына от жағып, ішін ыстап, аузын бекітіп кетті. Ертеңіне келсе, түлкі түтінге тұншығып өліп қалыпты. Сөйтіп,
жолдастарының бәрінен арамза түлкі адамның ақылынан құтыла алмады.